Құмарлықтың ең ауыр түрі ол ойын құмарлығы. Мысалы, адамдар арақ ішіп, наркоманиядан, басқа да құмар жаман әдеттер бар емес пе? Одан жазыла алады екен. Бірақ ойын құмарынан адам жазылуы екіталай екен. Осы бәле біздің елімізде кеңінен етегін жаюда. Мысалы, қазір қарасаңыз, соцсетте тарап жатыр, бір қазақстандық азамат бір жылдың ішінде 36 миллион теңге ұтылған екен осы лудоманиядан бір ойынға. Ребята, за год 36 миллионов тенге он проиграл. Кәдімгі 1xbet сияқты осы Каспийден төлеп содан 36 миллион жеңген екен. До 40% суицидов это из-за лудомании. До 70% разводов это причина с құмар ойындары. Және 90 миллион қарызы бар екен. Бұл ақшаны бұл өзінің бала шағасынан жырған, өзінің туысқандарынан жырған, немесе бір садақада бермеген ғой, қараңызшы. Бұл ақша өкінішке орай ойын қаналарға кетіп отыр. Бұл адам өкінішке орай өзін жеңе алмағандықтан осындай ауруға душар болып отыр. Енді біз өкімет міне осыған өздерінше бір амал әрекет жасап отыр екен. Нам нужно пресекать активную рекламу букмекеров, и самое главное, исключение здесь ни для кого не должно быть. Жарнамаларды, билбордтарды тек қана сол ойындың мекемелерінің ішінде ғана болсын деп. Менің ойымша, бұндай нәрсені түбегейлі жою керек, елімізде доғарту керек. Мысалы, қазіргі мынандай 1xbet, Олимпиад деген сияқтылар кәдімгі ұлттық арналарда реклама беріп жатады. Бұл дегеніңіз масқара емес па? Көрінген жерде ашсаңыз, интернетте толып тұр, ақша сал, ақша ұтасың. Ал негізі жеңіл ақша оңай келмейді ағайын. Жеңіл ақшамен байыған адамды әлі көрген жоқпыз ағайын. Жұмыс істеңіз, еңбек етіңіз, иншалла жақсы дамисыз, жақсы байисыз.